Хейо достар, қалдарыңыз қалай? Сендермен бірге Самбоғазық. Достар, алдыңғы видеода мен 3 күн видео түсірмедім, білем. Енді сендерге бір нәрсе айтайын деп отырмын. Достар, алдында бір комментарийлерді көрдім. Күшті комментарий топовый жазып жатсыздар. Лайктарыңыз аямай қойып жатсыздар, бірақ ең соңғы видеода екі ақылай жиналды, білмеймін неге. Ұнамаған шығар, я достар, мен білемін, өйткені ұнамады, өйткені анда қап-қара экран болып кетті, бір нәрсе өзі тупиктады менің приложение камера түсіретін. Короче, я. Достар, мен сіздерге бір нәрсе айтайын деп отырмын. Так, не айтам? Сол күшті комментарий жазған, міне, осы экранда шығатын болады. Я, достар, оларға прям подпишиться етеміз, лайктарыңыз басамыз оларға, сосын оның каналдарына айтамыз Самбодан деп. Если оларда видео шығып тұрса, дами бер деді біру, ерінбе біру, тек алға деді, прям үлкен лайк қойсын прям от души, достар. Міне соны айтқым келіп отырды. 50 подписчик болғасын мен общать еткенде стрим болады. Істеу білмесеңді қарайып қаласы анау-мынау табан бояды сендер үшін бар, достар. Жаңа катка ойнап видео түсірем деп ойладым. Соның барын істейм деп ойладым, бірақ достар, каткада не очень болды. Сондықтан, достар, міне осымен болды. Лайктарыңыз басамыз, подпишиться етеміз, кім жаңадан келіп отыр. Сосын қоңыраушаны шертіп жүреміз, как күйеу бала айтқандай. Және де топовый комментарий жазасыздар. И кім күшті жазады, мен сол номерларын қалдырасың, мен номерларын добавить етем. И мен оған ID-имді жіберем. Я, достар, ID. Достар, ол бақтар алғылары керек деп ойлаймын, енді білмеймін. ID-ларын жіберем. Но күшті топовый комментарий жазуларыңыз керек үшін. И видеоны до конца қараймыз. Уже бітейін деп жатыр, я. Сосын осы видео 10 лайк жинайықшы, прям от души. Хотя 5 лайк жинайықшы, 5 лайк. 46 подписчик 5 лайк жинайды деп ойлайды шығарым енді, достар. 41 подписчик қоймай қойыңыздар. Если қойғылар келсе қойыңыздар. 5 лайк жинайықшы, өтінем, достар. Өтініш. А біз ендеше видеомызды сөндіреміз. Баттарына. Жарайды, достар. Барлықтарыңа пока.